Йеменнің адам құқықтары жөніндегі министрі Хурия Машхур елде бұрын қолданыста болған ережелерді қайтарып, жас балалардың некеге тұруына ресми түрде тыйым салуды ұсынып отыр. Олар бұл мәселені талқылауға 8 жасар қыздың неке түнінде алған жарақатынан қайтыс болғаннан кейін оралуды ұйғарды, деп хабарлайды СНН. Қазақ контентін қолдау мақсатында менің арнама жазылып, қызықты видеолар тамашалай аласыздар. Бұл Йемен тарихындағы алғашқы бала некесі емес. Біз бұл мәселені кеңірек контекстте қарауымыз керек. Біздің елде жыл сайын көптеген қыздар күйеуге шығады. Бұған нүкте қоятын кез келді, дейді Машхур. Неке жасын 18 жасқа дейін көтеру керек деген ұсыныспен. Йемендік бақ Раван есімді қыздың ішкі қан кетуінен қайтыс болған атап өтті. Жыныстық қатынас нәтижесінде оның жатыры мен басқа мүшелері жарылған. Әкесі оны небәрі 2000 еуроға 40 жастағы отбасылық досына әйелдікке береді. Барлығы орын алған Харат қаласының билігі қыздың 40 жастағы күйеуін қорғауға тырысуда. Харат полиция бөлімінің басшысы Мухаммед Ахмед тағылған айыптарды негізсіз деп атады. Тұрғындар бұл оқиғаны бір-бірінен естіді. Ол барлық қауесеттер сияқты тез тарады, дейді Ахмед. Ол қыздың әкесі тергеуге полиция бөліміне шақырылғанын, тіпті оқиға фактісін жоққа шығаратынын айтты. CNN тілшілері баланың әкесімен байланысуға тырысты, бірақ ол түсініктеме алу үшін қолжетімсіз болды. Йемендік құқық қорғаушы Ахмед Аль-Куреши бұл істі бір аптадан астам уақыт бойы тергеп жатқанын, бірақ әлі ештеңе таппағанын айтады. Құқық қорғаушы биліктен көмек сұрады. Үкімет бізге Раванның олардың қамқорлығында екенін және әлі тірі екенін айтады, ал жергілікті ақпарат көздері оның жасырын жерленгенін айтады, дейді Йемендегі жетекші құқық қорғау орталықтарының бірін басқаратын Аль-Куреши. Журналистер аты жөнін атамауды сұраған бірнеше жергілікті тұрғындармен сөйлесті. Олардың барлығы қудалауы мүмкін деп қорқады. Көпшілігі оларға бақ өкілдерімен істі талқылауды тоқтату туралы айтылғанын айтады. Сонымен бірге олар мемлекеттік шенеуніктер жағдайды айтарлықтай төмендетіп, шын мәнінде болған оқиғаны жасыруға тырысады деп сендіреді. Бұл оқиға кең қоғамдық, соның ішінде халықаралық реакция тудырды. Бұл елдегі бала өлімінің бірінші оқиғасы емес. Human Rights Watch құқық қорғау ұйымының мәліметінше, Йемендегі барлық жас қыздардың жартысынан көбі 18 жасқа толмаған күйеуге шығады. Қыздардың шамамен 14% 15 жасқа дейін тұрмысқа шығады. Йеменде жасөспірім некеге тұру мәселесі өте қайшылықты және күрделі. Айтуларынша, көптеген кедей отбасылар қыздарын кейде ақшаға немесе басқа да жәрдемақыға айырбастап, кәмелетке толған ауқатты еркектерге күйеуге беруге тырысады. Шілде айында Біріккен ұлттар ұйымының балалар қоры ЮНИСЕФ барлық штаттар үшін некеге тұру үшін бірыңғай жас стандарттарын белгілеу қажет деп санайды. Тым көп 18-ге толмаған қыздар күйеуге шығарылады. Осылайша олардың балалық шағы ұрлануда деп түсіндірді қордың неміс филиалының басшысы Ниня Шарбонна. Тағы да осындай жағдайды айта кететін болсақ, өз жасынан 3 есе үлкен адамға қалыңдық атанған Нуджуд Алидің басынан өтті. Неке шартының талаптарына сәйкес ол кәмелеттік жасқа толғанға дейін оны қызы сияқты бағу керек болатын. Содан кейін ол күйеуінің үйіне көшуі мүмкін еді. Алайда ата-анасы мектеп оқушысын неке шарты жасағаннан кейін бір аптадан кейін күйеуіне берген. Ер адам қызды үнемі ұрып-соғып зорлаған. Оның ата-анасы түсіндіргендей, олар қызын ұрлап кетуі мүмкін деп қорықты. Бұл олардың басқа қызында да болған екен. Сонымен қатар олар қызды қамқорлығына алады деп бергендеріне сенімді болды. Мен бұл туралы естігенде жүрегім ауырды. Ол онымен төсек қатынасына түспеу керек еді, дейді қыздың анасы. CNN-ге оның атын пайдаланбауын өтініп сұхбат береді. Мен ауруханадағы медбикемен сөйлестім. Ол 11-12 жасында тұрмысқа шыққанын айтты. Бірақ ол күйеуінің отбасында қыз болып өмір сүрді. Яғни олар бұл адаммен ол кәмелеттік жасқа толғанша ешқандай қарым-қатынаста болмады, дейді Йеменде тұратын Ольга Сакова. Оның айтуынша Нуджуд Алидің ісі ерекше. 15 жасқа толмағандар күйеуге беру туралы мен өзім мұндай жағдайды көрген емеспін. Мен 15 жастағы балаларды білемін, бірақ одан үлкендер де бар. Мысалға 16-17 жаста. Дәстүрге қарамастан 2015 жылы Йеменде некеге тұрудың ең төменгі жасы 18 жас деп белгіленді. 5 жылдан кейін 2020 жылы шетелдік бақ тізіліміне енгізілген телерадио компаниясы елде бұл заңның сақталуы әлі де реттелмегенін хабарлады. Йемен үкіметі ертең некеге тұру мәселесін шешу үшін құқықтық және діни семинарлар өткізгенмен, жас қызды күйеуге беру әдетте алдыңғыдай дұрыс әрекет болып саналады. Қыз бала отбасының абыройын түсіретін бірдеңе жасайды ма деген қорқыныш әрқашан бар. Ол жігітпен қашып кетеді, оның қарым-қатынас болады. Бұл фобия көп ата-аналарда бар, деп түсіндіреді Oxfam International кедейшілікке қарсы тобынан Суха Баширен. 2008 жылы Нуджуд Алидің оқиғасы қуанышты нәтижеге әкелді. Қыз сотқа барып ажырасуға мүмкіндік алды. Оның құқықтарын Йеменнің алғашқы әйел адвокаты Сады Насер қорғады. Әдетте әйелдердің ажырасуға мүмкіндігі жоқ.
олар өте ерте жаста, көп жағдайда жасөспірім кезінде тұрмысқа шығуға мәжбүр болады. Оның үстіне бұл қыздардың көбі сауатсыз. Соттарда бұл балаларға өз ісін қорғау қиынға соғады. Ал егер ол мұны істесе, олар көпшілік алдында айыпталады. Күйеуі оған зорлық көрсетсе де. Мұндай жағдайлар Йеменде жиі болып тұрады, дейді шығыстанушы Елена Супонина. Ажырасқанға дейін Нуджут Али 2 ай бойы зорлаушыға тұрмысқа шыққан. Артынша Йемен соты оны қашып кеткен үшін күйеуіне $200 көлемінде моральдық шығынды өтеуге міндеттеді. Бұл соманы қыздың адвокаты өз қаражатынан төлеген. Нуджуттың оқиғасы нағыз жанжал тудырды. Оның соңынан оның отандасы 9 жасар Арва Абду ажырасуға арызданған. Көп ұзамай көрші Сауд Арабиясында тағы бір қыз, ересек адамның 8 жасар әйелі дәл осындай нәтижеге қол жеткізді. Бұл ажырасу істері Йемен қоғамын екіге бөліп, қызу пікірталас тудырды. Бұқаралық ақпарат құралдары ажырасып кеткен қыздарды белсенді түрде айыптады. 2010 жылы журналист және таяу шығыс маманы Дельфин Минуймен авторлық бір қыз жазған «Мен Нуджутпын, мен 10 жастамын, және мен ажырасқанмын» кітабы жарық көрді. 2014 жылы Йемендік тұңғыш әйел режиссер және кинопродюсер Хадиджа Әл-Саламидің режиссері болған дәл осындай аттас деректі фильм жарыққа шықты. Осы видео ұнаса лайк басып және арнама жазылып, мені қолдасаңыз алғысым шексіз. Қадірменді көрермен, менің арнамнан алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтерді тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арай Факт арнасы.